ең мықты табиғатта не деген кезде бастап ең бірінші тас мықты дейді да. Тастан мықты бар ма дегенде, иә, тас деген ұғым ғой өзі. Қатты басын дұрса жарылады деген секілді. Одан мықты темірлер, бұрғылар, неше түрлі қазір бар да, қарасаң, темір мықты. Темірден от мықты да, темірді балқытады мысалы. Оттан былайша айтқанда су мықты. Су, яғни отты өшіреді. Судан да мықты не нәрсе дегенде біз енді мектеп саласы болса географияда мысалы бұлт мықты деп жатады. Ал бұлт тонналаған бұлт су, яғни жел чайқайды да мысалы. Жел мықты деп жатады. Желден мықты бар ма дегенде табиғатта бұл ғұлама тоқтайды да, желден мықты табиғатта. Енді адам дейді, адам. Адамнан мықты бар ма деген кезде әуезовше айтсағандай, адам мен адам теңестіретін білім деген секілді адамнан мықты уайымы бар адамдар дейді да. Уайымы бар адамдар, ал уайымнан мықты бар ма деген сұраққа ойланып, күрсініп қойып айтады дейді да. Бұл уайымнан мықты тек қана өлім дейді да негізі. Яғни біз тірі жүрген адамдарға соның ішіндегі уайым екен ғой, уайым барлар. Соның ішінде мұғалімдердің ішінде ең